Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қаттаманан жасайтын боламыз. Ең алдымен достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тестасын дайындаймын. Ол үшін бізге сарыағаш су немесе газдалған су қажет болады. Келесі жұмыртқамызды саламыз. Енді тұз, ашытқы және қопсытқыштан саламыз. Сосын үстіне сұйық майдан құйып, 2 ас қасық майонезден саламыз. Енді жақсылап араластырып, үстіне ұннан салып, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап илеп, бөлме температурасында 15 минутқа тындырып қоямыз. Енді тестамызды 6 бөлікке бөліп, кесіп аламыз. Тестаны жұқа етіп жайып, үстіне сары майдан жағып шығамыз. Сары майды ерітіп жақсаңыздар да болады. Сары майды тегістеп жағып болған соң, оқтаумен тартып ораймыз. Достар, каналымда тағы да басқаша тәттілердің, торттардың, тағамдардың рецептілері бар. Ортасынан бөліп, 6 бөлікке бөліп аламыз. Әр қаттама нанымыздың граммы 300 граммдай болуы қажет. Сосын тестамызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды жақсылап жайып,
қызып тұрған табамызға салып пісіріп аламыз. Баяу отта 7-10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, қаттама нанымыз дайын болды. Ас болсын бізге. Өте жұмсақ, қатпарлы үгіліп тұр. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.